Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер. Бүгінгі сабақта қарастыратын мақсатымыз термодинамикалық жүйе, термодинамикалық тепе-теңдік, термодинамикалық әдіс және термодинамикалық параметрлерді қарастырамыз. Термодинамикалық жүйелер дегеніміз термодинамикалық жүйелер сыртқы қоршаған орта ойша бөлініп қарастырылатын өзара жылу және механикалық әсерлесуде болатын дене не заттар жиыны. Ол жабық, ашық, оқшауланған деп үшке бөлінеді. Жабық жүйе өзін қоршаған ортамен зат алмаспай тек энергиясымен ғана алмасады. Ал ашық жүйе дегеніміз өзін қоршаған ортамен зат алмасуда, энергия алмасуда орын алатын жүйелер. Оқшауланған жүйе қоршаған ортамен зат және энергия алмаспайтын және сыртқы ортаға қарсы жұмыс істейтін жүйе деп қарастырамыз. Кез келген термодинамикалық жүйе параметрлердің екі тобымен сипатталады. Интенсивті термодинамикалық параметрлер, экстенсивті термодинамикалық параметрлер. Интенсивті термодинамикалық параметрге қысым, температура және тағы басқасы жатады. Ал қысым, температура және жүйедегі бөлшектердің саны мен массасына тәуелсіз. Ал интенсивті термодинамикалық параметрлер жалпы энергия, энтропия, ішкі энергия деп бөлінеді. Жүйедегі бөлшектердің саны мен массасына тәуелді. Термодинамикалық тепе-теңдік пен стационарлық күй арасындағы айырмашылыққа тоқтала кетейік. Термодинамикалық тепе-теңдік деп қоршаған ортамен зат және энергия алмасуы болмайды. Бос энергия жұмсалмайды, жұмыс істеу қабілеті нөлге тең. Энтропия максималды, жүйеде градиенттер болмайды. Ал стационарлық күйге тоқтала кетсек, қоршаған ортамен үнемі зат және энергия алмасады. Стационарлық күйді бір қалыпта ұстап тұру үшін бос энергия жұмсалмайды. Жұмыс істеу потенциалы тұрақты нөлге тең емес. Энтропия тұрақты, бірақ максимум емес. Градиенттері бар. Термодинамиканың негізгі заңдары. Термодинамика негізі екі заңға жүгінеді. Термодинамика бастауларына термодинамиканың бірінші бастауы энергияның түрлену және сақталу заңын көрсетеді. Термодинамиканың екінші бастауы бөлшектердің көп мөлшерінен тұратын жүйелердегі макроскопиялық процестердің бағытын, олардың жүзеге асу шарттарын анықтайды. Сондықтан екінші бастауы шектелуі қолданылады. Термодинамикалық әдіс ерекшелігі. Термодинамикалық жүйе электростанцияларында толғаулы сәуле жұтқыш қабаты бар. Жылу алмастырғыш элементтер қолданылады. Олар түскен сәуленің 97%-на дейін мөлшерін қабылдайды. Бұл құрылғылар қарапайым күн сәуленің өзінен 200 градус және одан да жоғары температураға дейін қызатын мүмкіндігі бар. Осы қондырғылардың көмегімен суды қарапайым бу қазандықтарына буға түрлендіруге болады. Осы процесс бу турбиналарында тиімді термодинамикалық циклді байланыстырады. Күн бу турбинасының бәгі 25%-ға дейін болады. Осы эффекттің негізгі аэростаты күн электр станциясының құралымы ойлап табылады. Бұл станцияның энергия көзі сулы буға толтырылған аэростатты баллон. Баллонның сыртқы қабаты күн сәулесін өткізеді, ал ішкі қабаты толғаулы сәуле жұтқыш қабатынан тұрады. Дәл осы құрылым баллонның ішіндегі сұйықтығы 150-180 градусқа дейін қыздыруға болады. Оқушылар, осымен біздің сабағымыз бүгін аяқталды. Үйге тапсырма: термодинамикалық жүйелер және термодинамикалық параметрлер.